Қайырлы таң көрермендер, мені неге бұлай отыр деп ойлап отырған боларсыздар. Бұның себебі фен. Яғни бүгін біз фенмен жасалатын лайфхактарды тексеріп көрмекпіз. Әлеуметтік желіде мынандай целлофанның көмегімен шашты тез кептіруге болатынын көрсетеді. Біз қазір соны байқап көреміз. Қазір менің шашым су. Осы лайфхакты тексеру үшін, оның рас өтірігін білу үшін мен шашымды жудым. Енді осы целлофанның көмегімен кемінде бір 5 минуттың ішінде шашымызды кептіріп шығуымыз керек. Бұл мысалы шашы қалың және ұзын қыздарға өте тиімді әдіс деп ойлаймын. Мына целлофанды басымызға түйуіміз керек. Енді бұны сәл мына жерінен жыртып жібереміз да. Фенмен кептіреміз. Мен 5 минуттай кептірдім, бірақ шашыма ұйпап-түйпап болып қалды. Мүмкін кішкене көлем беру үшін де шығар бұның мәні. Экран алдында отырған көрерменге бұның нәтижесі қандай болғаны байқалмайды, бірақ орталары кепкен жоқ мүлде. Сондықтан фенді тағы да біраз ұзағырақ қосуымызға тура келеді. Яғни бұл лайфхакты енді аса тиімсіз деп айтуға болады. Келесі әдісімізде бұл феннің көмегімен, ол үшін алдымен шашымды түзеп, ретке келтіріп алайын, тарап. Шашымды тарап болдым, енді былай ортасынан бөліп, кейде ортасын қыздардың көбі ортасының көтеріліп тұрғанын, және мынандай ұсақ кекілдеріңіз болса, соның көтеріліп тұрғанын ыңғайлы көреді. Оны әдемілеп көтеру үшін мынандай кішігірім қысқыш керек. Оны дәл ортадан алып, қазір мен алайын былай. Мынаны былайынан қыстырамыз. Енді фенмен алдынан үрлеп кептіреміз. Шашымның алды көтеріліп, кішкене көлемдірек болып қалды. Қысқыштың көмегімен бұл әдісті жүзеге асыруға болады екен. Өздеріңіз байқағандай, біз тексеріп көрген бірінші лайфхагымыз жүзеге асқан жоқ, яғни ол сәлде болса уақыт талап ететінін көрдіңіздер. Ал екінші әдісіміз жүзеге асты. Анда-санда осылай лайфхактарды тексеріп тұру артық болмайды.